Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Жаратылыстануда бүгінгі танысатын тақырыбымыз өсімдік тіршілігіне судың әсері. Оқушылар, оқулығымыздың 18 және 19 бетін ашып дайындалайық. 18 бетке мұқият назар аударайықшы. Өсімдіктерге су не үшін қажет? Өсімдіктің барлығы суды бірдей мөлшерде пайдалана ма? Бүгінгі сабақта осы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Оқушылар, ойланып көрейікші, өздерің сусыз қанша уақытқа шыдай аласыңдар? Әсіресе ыстық күндері біз суды көп пайдаланамыз. Су тек қана адамның емес, сонымен қатар жануарлардың да, өсімдіктердің де шөлін қандырады. Оқушылар, 18 бетке назар аударайық. Өсімдіктер тек қана жер бетінде емес, сонымен суда да өседі екен. Суреттерге назар аударайықшы қане. Оқушылар, өсімдік суды қай бөлігі арқылы сіңіреді? Өсімдіктердің тамыры бір-бірінен қалай ерекшеленеді екен? Өткен сабақта сендер өсімдіктердің бірнеше түрімен танысқан болатынсыңдар. Жарық сүйгіш, көлеңкеде өсетін, суыққа төзімді, ыстыққа төзімді, шөлейтті жерлерде өсетін және суы мол жерлерде өсетін өсімдіктермен таныстыңдар, солай емес пе? Өсімдік қоршаған ортаға қалай бейімделеді? Оқушылар, өсімдіктің тамырына назар аударайық. Егер өсімдік ылғал сүйгіш өсімдік болатын болса, оның тамыры тереңге жайылмайды. Егер оған су жақын жерде орналасқан болса, оның тамыры қысқа болады екен. Сол қысқа тамырлары арқылы суды өзіне қабылдап отырады. Және ыстық күндері ол өзінің бойындағы ылғалды үнемдеу үшін жапырақтарын жинап алады екен. Құрғақшылықта өсетін өсімдіктердің тамыры ұзын болады екен. Жердің астыңғы бөлігінен су табылғанша тамырын кеңге жая береді екен. Бұндай өсімдіктерді құрғақшылыққа төзімді өсімдік деп атайды екен. Сонымен қатар оқушылар, жапырақтың пішіні мен көлемі өсімдіктің қоршаған ортаға бейімделгенін көрсетеді. Өзен жағасында, батпақта өсетін өсімдік ылғалдың мол болуына бейімделеді. Бұл өсімдіктер су тапшылығына шыдай алмайды. Яғни су жоқ жерде ол өсімдік өсе алмайды. Ыстық әрі құрғақ аймақта өсімдік бойындағы ылғал тез буланады. Ылғалды сақтау үшін кейбір өсімдіктің жапырағы жұқа балауызбен, кейбірінің жапырақтары түкпен қапталады. Сендерге тапсырма. Оқушылар, оқулықтың 19 бетін ашып, түсініп оқимыз. Өздеріңізден кері байланыс күтемін. Жаратылыстану сабағы осымен аяқталды.